Қаңтардың аязды күні еді. Жаңа ғана босанған келін 3 баласын құшағына алып, үйдің табалдырығында тұрды. Бұл үйге қайтып келгісі келмеген. Бірақ балалары әкесіз өспесін деп қайта келген еді. Алайда бұл үйде оны ешкім күтіп отырмаған. Тіпті енесі оған: "3 балаң көп. Біреуін тастап кет", деді. Бұл сөзді естігенде жас ана не істеді? Ал бірнеше айдан кейін не болғанын естігенде сол үйдегілердің бәрі өкінді. Бұл ана жүрегі туралы шынайы оқиға. Бұл видео 3 балалы келіннің өміріндегі ауыр сынақ туралы әсерлі оқиға. Жаңа босанған келін күйеуі мен енесінің үйіне қайта келеді. Бірақ оны жылы қарсы алудың орнына ауыр сөздер мен түсінбеушілік күтіп тұр еді. Ең ауыр сәт, енесі одан 1 баласын тастап кетуді талап етеді. Ана үшін бұл қандай ауыр таңдау екенін бәрі біле бермейді. Бұл оқиға ана жүрегінің қаншалықты күшті екенін көрсетеді. Егер осындай өмірлік оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз. Қаңтардың ызғарлы күні еді. Ауыл үстін қалың қар басып, айналаны ақ түтек суық қарып тұрған. Ескі үйдің мұржасынан шыққан түтін ғана оның ішінде тіршілік бар екенін білдіретіндей. Сол күні түстен кейін үйдің алдына бір көлік келіп тоқтады. Көліктің ішінен жас келін түсіп, қолындағы қалың көрпеге оралған нәрестесін бауырына қысып тұрды. Оның жанында 2 кішкентай бала, бірі 3 жаста, бірі 2 жас шамасында, анасының етегінен ұстап тұр. Жас келін босанғанына небәрі 1 апта ғана болған еді. Ол жаңа туған сәбиін құшақтап біраз уақыт үйдің есігіне қарады. Бұл үйге қайтып келгісі келмеген. Жүрегі біртүрлі қысыла түсті. Бірақ басқа амалы да жоқ еді. Балалар үшін келді. Балаларым әкесіз өспесін деп іштей қайталай берді ол. Көліктің артынан оның әкесі мен анасы үлкен сөмкелерді түсіріп жатты. Сөмкелер толған, ет, сүт, май, шай, тәттілер, түрлі азық-түлік. Анасы қызының қолына тағы 1 пакет ұстатты. "Қызым, әлсізсің ғой. Тамақ ішіп жүр", деді алаңдап. Келін үндемей басын изеді. Жүрегі біртүрлі ауыр еді. Ол ата-анасының үйінде босанды. Себебі бұл үйде оған ешкім қуана қоймаған. Тіпті 3 баланы туатынын айтқанда енесі қарсы болған. 2 жыл сайын бала туып жүрсің, мал сияқты көбейе бересің бе? Деп ауыр сөз айтқан. Бұл сөздер келіннің жүрегіне қатты тиген. Сол кезде ол үндемей ғана шешім қабылдаған. "Құдай берген баладан бас тартпаймын, өзім туам." Сөйтіп ол ата-анасының үйіне кетіп қалған еді. Ал бүгін тағдыр оны қайтадан осы үйдің табалдырығына әкеліп тұр. Келін ауыр күрсінді. Сосын есікті жайлап ашты. Үйдің іші жылы емес еді. Келін бірден сезді. Пештің қызуы төмен еді. Қаңтардың қақаған аязы. Ал үйде жаңа туған сәби бар. Ол бірден пешке жақындап, отын салып қызуын көтерді. Сол кезде бөлмеден енесі шықты. Қабақ түйіп: "Келдің бе?" деді қысқа ғана. Даусында жылулық жоқ. Келін сәл ғана жымиып: "Иә, апа", деді. Енесі келіннің қолындағы сәбиге бір қарап алды да: "Тағы 1 бала", деп күбірледі. Келін естімегендей болды. Ішінде бір нәрсе шым етті. Бірақ үндемеді. Өйткені ол бұл үйде үндемеуді әлдеқашан үйреніп кеткен. Кешке қарай тағы бір нәрсе болды. Келін балаларын ұйықтатып болған соң ас үйге кірді. Тоңазытқышты ашты. Бірақ ішіндегі азық-түлік жоқтың қасы еді. Таңертең ата-анасы толтырып берген тағамдарды істеді. Жоқ, ол сәл таңырқап тұрғанда енесі бөлмеден шықты. Қолында үлкен пакет. Сол пакетке жаңа ғана әкелінген азық-түліктерді салып жатты. Тіпті кір жуатын порошокқа дейін.
Барлығын жинап алып, өз бөлмесіне алып кіріп кетті. Келін үнсіз қарап тұрды. Жүрегі ауырды. Бірақ тағы да ештеңе демеді. Жаңа босандым. Жүйкемді тоздырмайын, деп ойлады. Түнде сәби жылап оянды. Келін оны құшағына алып тербетіп отырды. Терезеден айдың жарығы түсіп тұр. Үй іші тым-тыныш. Бірақ оның жүрегі тыныш емес еді. Ол осы үйдегі өткен күндерін есіне алды. Бұл жерде оған жиі айтылатын сөздер, ауыл байка үндемей жүріп бәрін білдіреді, балаларын әжесіне қарсы қояды, осындай сөздерді талай естіген. Тіпті кейбір адамдарға жамандап үлгергендерін де білетін. Бірақ бәрібір үндемейтін. Өйткені ол үлкен кісіге қарсы сөйлегісі келмейтін. Өзімнің анаммен жаста ғой, бір нәрсе десем, көңіліне тиіп кетер деп ойлайтын. Сондықтан бәрін ішіне жинап жүрі беретін. Бір күні тағы бір жағдай болды. Күйеуі жұмысқа кеткен. Енесі де сыртқа шығып кетті. Келін балалармен үйде қалды. Біраздан кейін үй суый бастады. Ол пешке қарады. Қызық, пештің қызуы әдейі төмендетіліп кеткен. Ал далада аяз. Үйде жаңа туған сәби екі кішкентай бала келін бірден пештің отын көбейтіп қызуын көтерді. Бірақ ішінде бір ой мазалады. Бұл әдейі істелді ме? Ол бұл ойды да ішіне жұтып қойды. Сол түні күйеуі үйге келді. Бірақ бұрынғыдай емес еді. Суық сөйлеспейді, анасының айтқанын ғана тыңдайды. Келін мұны да сезетін. Бірақ тағы да үндемеді. Себебі оның ойында бір ғана нәрсе бар еді. Балаларым әкесіз өспесін, сол үшін бәріне шыдаймын деп өзіне өзі айтып қоятын. Бірақ ол білмейтін. Алдағы күндерде бұл үйде одан да ауыр сынақтар күтіп тұрғанын. Түн ортасы еді. Жас келін жаңа туған сәбиін құшағына алып, жай ғана тербетіп отырды. Сәбидің кішкентай демалысы ғана естіледі. Ал үй іші тым-тыныш. Сыртта боран ұлып тұр. Қаңтардың аязды түні. Келін сәбиінің бетіне қарап отырып бір сәт ойға шомды. Бұл үйге қайтып келгісі келмеген еді. Шынымен келгісі келмеген. Ата-анасының үйінде тыныш еді. Анасы көмектесіп, сәбиін бағысып, тамақ жасап беріп жүрді. Ал мұнда суық қабақ, ауыр сөздер, түсініксіз көзқарастар күтіп тұрғанын ол жақсы білетін. Бірақ ол бәрібір келді. Неге? Себебі оның жүрегінде бір ғана ой болды. Балаларым әкесіз өспесін. Келесі күні таңертең ерте оянды. Сәбиді емізіп болған соң ас үйге кірді. Балалары аш болуы мүмкін. Тоңазытқышты тағы ашты. Ішінде тағы да ештеңе жоқ. Кеше ата-анасы әкелген азық-түліктердің көбі жоқ болып кеткен. Келін бірден түсінді. Енесі алып кеткен. Бірақ тағы да үндемеді. Балаларына қарапайым тамақ жасап берді. Таңғы шай кезінде енесі ас үйге кірді. Қолында өзіне бөлек ыдыс. Келін жай ғана амандасты. Апа, шай ішіңіз. Енесі үнсіз отырды. Сосын кенеттен, үш бала деді ауыр күрсініп. Келін үндемеді. Бұрын екі бала жетпей ме еді? Деді тағы. Енді міне тағы бір ауыз. Бұл сөздер келіннің жүрегін тағы ауыртты. Бірақ ол тағы да үнсіз қалды. Өйткені ол қарсы сөйлесе, жағдай одан сайын қиындайтынын білетін. Бірнеше күн осылай өтті. Келін барынша тыныш жүрді. Балаларын қарап, үй жинап тамақ жасап жүрді. Бірақ үйдің атмосферасы күн сайын ауырлай берді. Күйеуі де бұрынғыдай емес. Үйге келсе, көбіне анасының бөлмесіне кіріп кетеді. Сосын екеуі ұзақ сөйлеседі. Келін олардың не айтып отырғанын білмейді.
Бірақ бір нәрсені сезет. Әңгіме көбіне өзі туралы. Бір күні кешке күйеуі оған суық үнмен айтты. Анам дұрыс айтады. Келін таңырқап қарады. Нені? Күйеуі қабағын түйді. 3 бала қиын. Ақша да жетпейді. Келін жай ғана тыныш тыңдап отырды. Сосын ақырын ғана баланы Алла береді ғой деді. Күйеуі бірден ашуланып кетті. Сен бәрін дінге тірей бересің. Бұл сөз келіннің жүрегіне қатты тиді. Бірақ тағы да үндемеді. Сол түні тағы бір жағдай болды. Түн ортасында сәби жылады. Келін оны көтеріп ас үйге шықты. Су жылтып баланың бөтелкесін дайындамақ болды. Бірақ ас үйге кіргенде бір нәрсе байқады. Енесінің бөлмесінің есігі жартылай ашық тұр. Ішінен жарық көрінеді. Келін байқамай тыңдап қалды. Енесі күйеуіне айтып отыр. Бұл қыз біздің үйге тыныштық бермейді. Үндемей жүріп бәрін білдіреді. Күйеуі үндемейді. Енесі жалғастырды. 3 бала туып алды. Енді соны біз асырауымыз керек пе? Келіннің жүрегі шым ете қалды. Сол сәтте ол бір нәрсені түсінді. Бұл үйде оны ешкім күтіп отырмаған. Бірақ ең ауыр жағдай әлі алдайы. Бір күні таңертең келін балалармен бөлмеде отырды. Сәбиін емізіп отыр. Кенеттен енесі бөлмеге кірді. Қолын беліне қойып, айтшы, сен қашан жұмыс істейсің? Деді. Келін таңырқап қалды. Апа, мен жаңа босандым ғой. Енесі күліп жіберді. Біздің кезімізде 1 аптадан кейін жұмыс істейтінбіз. Сендер еркелеп кеткенсіңдер. Келін үндемеді. Бірақ ішінде бір нәрсе сынып бара жатқандай болды. Сол күні кешке тағы бір оқиға болды. Бұл жолы келін шыдай алмауға жақын қалды. Балалары ойнап жүрген. Үлкені кездейсоқ бір кішкентай шыны ыдысты сындырып алды. Енесі бірден ашуланып, міне көрдің бе? Деді. Балаларың да сен сияқты тәртіпсіз. Сосын тағы бір ауыр сөз айтты. Сен оларды әдейі маған қарсы тәрбиелеп жүрсің. Бұл сөз келіннің жүрегіне пышақтай қадалды. Ол бір сәт үнсіз тұрды. Сосын жай ғана баласын құшағына алды. Баланың көзінде жас тұр. Келін оны жұбатты. Бірақ өз көзінде де жас жиналып қалған еді. Сол түнді ол тағы ұйықтай алмады. Сәбиді тербетіп отырып ұзақ ойланды. Мен дұрыс істедім бе? Бұл үйге қайтып келгенім дұрыс болды ма? Бірақ бір нәрсе анық еді. Ол енді бұрынғыдай әлсіз емес. Ол 3 баланың анасы. Және ол балалар үшін бәріне дайын еді. Бірақ ол әлі білмейтін. Алдағы күндері тағдыр оған өте ауыр таңдау дайындап қойған еді. Күндер бірінің артынан бірі өтіп жатты. Үйдің ішінде бәрі сырттай қарағанда тыныш сияқты. Бірақ бұл тыныштықтың ішінде ауыр салмақ бар еді. Келін күн сайын таңертең ерте тұрып, балаларын қарайды. Жаңа туған сәбиін емізеді. Үй жинайды. Ал өзі әлі толық күшіне де келмеген. Босанғанына небәрі 2 апта ғана болған. Кейде басы айналып кетеді. Кейде белі қатты ауырады. Бірақ ол ешкімге айтпайды. Айтса да ешкім түсінбейтінін сезеді. Бір күні таңертең тағы бір жағдай болды. Күйеуі жұмысқа кеткелі жатыр. Келін ас үйде шай құйып тұр. Сол кезде енесі де келді. Кенеттен енесі күйеуіне қарап, ұлыңды бөлек шығару керек шығар деді. Күйеуі үндемей қалды. 3 бала, үй тар. Келін бұл сөздерді естіп тұр. Жүрегі біртүрлі соқты. Бірақ ол тағы да үндемеді. Күйеуі біраз ойланып тұрды да, ақша жоқ қой деді.
Енесі бірден жауап берді. Онда өздері күнін көрсін. Бұл сөз келіннің жүрегіне тағы да ауыр тиді. Себебі бұл үйде ол өзін қонақ сияқты емес, керісінше артық адам сияқты сезіне бастады. Сол күні кешке күтпеген жағдай болды. Балалары ойнап жүрген. Үлкені жүгіріп келіп, «Анашым, қар жауып тұр», деп қуанып кетті. Келін терезеге қарады. Сыртта қар баяу ғана жауып тұр. Балалар далаға шыққысы келді. Бірақ келін, «Қазір суық, ертең шығамыз», деді. Сол кезде енесі сөзге араласты. «Балаларды қорқақ қылып өсіріп жатырсың». Келін үндемеді. Енесі жалғастырды. «Сенің тәрбиең дұрыс емес». Балалар да тыңдамайды. Келін тағы да үндемеді. Бірақ оның ішінде жиналып қалған ауыр сезімдер көбейе берді. Түнде тағы бір оқиға болды. Күйеуі үйге кеш келді. Келін балаларды ұйықтатып қойған. Жаңа туған сәби ғана анда-санда жылайды. Күйеуі ас үйде отырып тамақ ішіп отыр. Келін оған шай құйып берді. Сосын ақырын ғана сұрады, бір нәрсе болды. Күйеуі иығын көтерді. Жоқ, біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын кенеттен айтты, «Анам дұрыс айтады». Келін жүрегі шым ете қалды. Нені? Күйеуі ауыр дем алды. «Үш бала бізге қиын болады». Келін біраз уақыт үндемеді. Сосын жай ғана айтты, «Олар біздің балаларымыз ғой». Күйеуі басын шайқады. «Сен түсінбейсің». Бұл сөз келінге өте ауыр тиді. Сол түні келін ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Сәбиді тербетіп отырып, терезеге қарап отырды. Сыртта боран басталған. Ақ қарды жел ұшырып жатыр. Ол ішінен дұға етті. «Алла, маған сабыр бер». Өйткені оның жүрегі күн сайын шаршап бара жатқан еді. Бірақ ең ауыр жағдай бірнеше күннен кейін болды. Бұл жолы бәрі шектен шықты. Таңертең енесі келіннің бөлмесіне кірді. Даусы қатты. «Айтшы, сен қанша уақыт осылай жата бересің?» Келін таңырқап қарады. «Апа, жаңа босандым ғой». Енесі ашуланып кетті. «Біздің кезімізде бір аптадан кейін жұмыс істейтінбіз. Ал сен тек жатасың». Келін үнсіз қалды. Өйткені ол түсінді. Бұл сөздер тек ашумен айтылып тұрған жоқ. Бұл сөздердің ішінде жинақталған өкпе бар. Сол күні кешке күйеуі тағы анасының бөлмесіне кірді. Екеуі ұзақ сөйлесті. Келін бөлмеде отырып бәрін сезіп отыр. Бірақ нақты не айтылғанын білмейді. Тек бір нәрсені түсінді. Бұл үйде оның тағдыры туралы бір шешім қабылданып жатқан сияқты. Және бұл шешім оның өмірін түбегейлі өзгертуі мүмкін еді. Ал келесі күні таңертең енесі келінге бір сөз айтты. Бұл сөз келіннің бүкіл өмірін өзгертіп жіберді. Таңертең ерте еді. Келін жаңа туған сәбиін емізіп отырған. Бөлме іші тыныш. Екі үлкен баласы әлі ұйықтап жатыр. Сол кезде есік ашылды. Енесі кірді. Бұл жолы оның түрі әдеттегіден де суық еді. Ол біраз уақыт үнсіз тұрды. Сосын жай ғана айтты, «Біз кеше сөйлестік». Келін түсінбей қарады. «Кіммен?» Ұлым мен келіннің жүрегі бірден дүрсілдеп кетті. Енесі жалғастырды. Бұл үйде бәрі бұрынғыдай бола алмайды. Келін үнсіз тыңдап отыр. 3 бала, үй тар. Біраз үнсіздік болды. Сосын енесі күтпеген сөз айтты. Сондықтан сен бір шешім қабылдауың керек. Келіннің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Қандай шешім? Енесі көзін тіке қарады. Немесе бөлек шығасыңдар. Немесе. Ол бір сәт тоқтады. Сосын ауыр сөз айтты.
бір балаңды ата-анаңа қалдырасың. Бұл сөз бөлменің ішін мұздай қылып жіберді. Келін алғаш рет не айтарын білмей қалды. Ол бірден сәбиін құшағына қысты. Апа, не айтып тұрсыз? Енесі салқын ғана жауап берді. 3 баланы асырау оңай емес. Біреуін ата-анаң бақсын. Бұл сөз келіннің жүрегін тіліп өтті. Олар менің балаларым, мен оларды бөліп тастай алмаймын. Енесі иығын көтерді. Онда өзің біл. Сосын бұрылып шығып кетті. Келін біраз уақыт қозғалмай отырды. Сәбиді құшағына қысып отыр. Көзінен жас үнсіз ағып жатыр. Ол мұндай сөзді ешқашан күтпеген еді. Бала ана үшін жүрегінің бір бөлігі. Оны қалай бөліп тастауға болады? Кешке күйеуі үйге келді. Келін оны күтіп отырды. Жүрегі ауыр. Бірақ бір үміт бар. Ол анасының сөзін қолдамайтын шығар. Күйеуі ас үйде отыр. Келін қарсысына жайлап отырды. Бүгін апа маған бір нәрсе айтты. Күйеуі басын изеді. Білемін, келіннің жүрегі тағы шым етті. Сонда сен де солай ойлайсың ба? Күйеуі біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын жай ғана айтты, анам жамандық ойлап отырған жоқ. Бұл сөз келіннің жүрегін ауыртты. Бірақ бұл мүмкін емес, олар менің балаларым. Күйеуі күрсінді. Бізге қиын болады. Келін көз жасын әрең ұстап отыр. Қиын болса да, біз бірге көтереміз ғой. Күйеуі жауап бермеді. Оның үнсіздігі бәрін айтып тұрғандай еді. Сол түні келін мүлде ұйықтай алмады. 3 баласы жанында ұйықтап жатыр. Ол бір-біріне қарап отырды. Үлкен баласы түсінде күліп жатыр. Ортаншысы анасына жақын жатып алған. Ал жаңа туған сәби кішкентай ғана дем алып жатыр. Келіннің жүрегі ауырды. Мен сендерді ешқашан тастамаймын деп сыбырлады. Сол сәтте ол бір шешім қабылдады. Таңертең ерте келін сөмкесін шығарып алды. Бірақ бұл жолы ол тек өзіне емес, 3 баласына да киім жинай бастады. Бұл үйде ол көп шыдады. Көп үндемеді. Бірақ бір нәрсеге шыдай алмайтынын түсінді. Балаларын бөліп тастауға. Сол кезде есік ашылды. Енесі кірді. Келіннің сөмке жинап жатқанын көрді. Қайда жиналып жатырсың? Келін алғаш рет батыл сөйледі. Балаларымды алып кетемін. Енесі таңырқап қалды. Қайда? Келін жай ғана жауап берді. Менің балаларымды бөлетін жерде өмір сүре алмаймын. Бұл сөз енесін ашуландырып жіберді. Онда кет. Бірақ кейін қайтып келем деп ойлама. Келін үндемеді. Өйткені ол ішінен бір нәрсені сезді. Бұл кету оның өміріндегі ең дұрыс шешім болуы мүмкін еді. Бірақ ол әлі білмейтін. Алдағы бірнеше күнде тағдыр оған мүлде күтпеген сый дайындап қойған еді. Және сол оқиға оның өмірін ғана емес, осы үйдегі бәрінің тағдырын өзгертетін еді. Таңертең ерте, ауыл әлі ояна қоймаған. Аспанды сұр бұлт басып тұр. Қар баяу ғана жауып тұр. Келін 3 баласын киіндіріп болды. Жаңа туған сәбиін көрпеге орап бауырына қысты. 2 үлкен баласы анасының жанында тұр. Олар ештеңе түсінбейді. Тек аналарының көзі қызарып кеткенін байқайды. Есік алдында бір ескі көлік тұр. Оны келіннің әкесі айдап келген. Келін үйдің табалдырығында бір сәт тоқтап қалды. Бұл үйде ол қанша жыл өмір сүрді. Қанша рет үндемей көз жасын төкті. Қанша рет өзін кінәлі сезінді. Бірақ бүгін ол алғаш рет өзін еркін сезінді. Өйткені ол ең басты нәрсені қорғап қалды. Өз балаларын,
Енесі есік алдында тұрды. Қабағы қатулы. Барсаң бар деді. Бірақ кейін қайтып келем деп ойлама. Келін ештеңе демеді. Жай ғана балаларын көлікке отырғызды. Соңғы рет үйге бір қарады. Сосын көлік баяу қозғалып кетті. Ата-анасының үйіне келгенде келінді анасы құшақтап алды. Қызым, ол сөзін аяқтай алмады. Өйткені бәрін түсініп тұрды. Келін үнсіз жылады. Бірақ бұл жолғы көз жасы әлсіздіктен емес еді. Бұл ұзақ уақыт жиналған ауырлықтың сыртқа шығуы еді. Күндер өте бастады. Келін ата-анасының үйінде балаларын бағып жүрді. Әкесі көмектесті. Анасы қолынан келгенше жәрдем берді. Бірақ келін ешкімге ауыртпалық салғысы келмеді. Сондықтан біртіндеп тігін тіге бастады. Көрші ауылдағы адамдар киім тіктіріп келетін болды. Аз-аздан табыс таба бастады. Айлар өтті. Жаңа туған сәби де өсіп қалды. Екі үлкен баласы да шаттанып ойнап жүреді. Үйде күлкі көбейді. Ал келіннің жүрегінде бұрынғы ауырлық азая бастады. Бірақ бір күні күтпеген жағдай болды. Кешке қарай есік қағылды. Келін есікті ашты. Есіктің алдында күйеуі тұр. Ол қатты өзгеріп кеткен еді. Көздері шаршаған. Даусы да баяу. Сөйлесуге бола ма? Келін үнсіз тұрды. Біраз уақыттан кейін ғана кір деді. Күйеуі ішке кіріп балаларға қарады. Балалар әкесін көріп қуанып кетті. Әке? Олар жүгіріп барып құшақтады. Күйеуі көз жасын жасыра алмады. Сосын келінге қарады. Мен кешірім сұрауға келдім. Келін үндемей тыңдап отыр. Мен сені қорғауым керек еді, бірақ қорғай алмадым. Ол басын төмен түсірді. Анам да қазір бәрін түсінді. Келін таңырқап қарады. Күйеуі ауыр дем алды. Ол қатты ауырып қалды, қазір жиі айтады. Мен келініме көп ауыр сөз айттым деп. Үйдің ішінде үнсіздік орнады. Келін терезеге қарап отырды. Сыртта тағы қар жауып тұр. Біраз уақыттан кейін ғана ол жай ғана айтты. Мен ешкімге жамандық ойламаймын. Күйеуі басын көтерді. Бірақ бір нәрсені түсіндім. Келін сөзін жалғастырды. Ана үшін бала бәрінен қымбат. Оны ешкімге бөліп беруге болмайды. Күйеуі басын изеді. Көзінен жас тағы шықты. Сол кеште олар ұзақ сөйлесті. Бұрын айтылмаған көп сөз айтылды. Жиналған өкпеде, өкініште айтылды. Ал балалар бөлмеде ойнап жүр. Олар үшін ең маңыздысы бір ғана нәрсе. Әкесі мен анасының бірге отырғаны. Кейде өмір адамға өте ауыр сынақ береді. Бірақ сол сынақ арқылы адам өз құндылығын түсінеді. Бұл келінде сол сынақтан өтті. Ол үндемеді. Ол шыдады. Бірақ ең маңызды жерде берілмеді. Өйткені ол ана. Ал ана жүрегі ешқашан баласын сатпайды. Ешқашан бөліп тастамайды. Ешқашан тастап кетпейді. Сол себепті де ана жүрегі әлемдегі ең күшті жүрек. Сан алуан тағдыр. Түрлі өмір. Бірімізге сынақ болса, енді біреуімізге сабақ болары сөзсіз. Осы бір өмірлік оқиға жайлы өз ойыңызды жаза кетіңіз. Қызықты жаңа оқиғаларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.